Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте керемет қаттаманың ерекше түрі, арасы қатпар-қатпар болып шығатын осы бір қаттаманы бірге дайындайтын боламыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, қаттамаңыз өте дәмді, керемет болып шығады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан кез келген ерекше қарапайым рецепттерді қазақ тілінде таба аласыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырымызды илеп алатын боламыз. Табағымызға 1 шай қасықта тұз, оның үстінен жылы суымызды құйып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырамыз. Одан соң үстіне ұнымызды салып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз осылай қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа болып иленуі қажет. Енді қамырымызды 20 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. 20 минуттан соң қамырымызды алып, ұзындау етіп, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Не осылай мен 5 бөлікке бөлетін боламын. Қамырларымызды топ-томалақ етіп, бетіні жауып, тағы да 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан соң қамырларымызды біреуден алып, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қамырды 4 бұрыштау етіп жайсаңыздар да болады. Не осылай жайып алдым. Енді оның үстінен ертілген сары майымды жағып шығатын боламыз. Сары майды қатты көп жағуға да болмайды. Сары майларымызды осылай жағып болған соң, бір-бірінің үстіне осылай конверт сияқты, яғни орап шығамыз. Ең алдымен бір шетін осылай қайырып алдым. Оның үстінен сары майымды жағып, екінші жағыны да осылай қойып шығамыз. Енді оның үстінен тағы да сары майымызды жағып, тағы да осылай бүктеп шығамыз. Қалған қамырларымызды да дәл осылай жайып, арасына сары майымызды жағып, бүктеп шығатын боламыз. Мен осылай дайындап қойдым. Енді ең бірінші бүктеген қамырымызды алып, осылай оқтауды бір рет жүргізіп, сәл ғана жайып аламыз. Қалған қамырларымызды да дәл осылай оқтауды, яғни оқтаумен бір рет жүргізіп шығамыз. Енді қызып тұрған сковородкамызға, яғни табамызға сары майымызды осылай жағып аламыз. Достар, сковородка қызыған соң, оны төмен отқа қойыңыздар. Және үстінен сары майды осылай жағып, қаттамаларымызды осылай орташа отпен пісіріп аламыз. Осылай қаттамаларымыз көтеріліп бастаған соң, үстіне сары майымызды жағып, екінші жағына аударамыз. Қаттамаларымыз осылай көтеріліп, өте керемет болып шығады. Қараңыздар, қандай керемет. Аралары піспей қалады деп ойламаңыздар, өте керемет болып шығады. Дайын болған қаттамаларды ыдысымызға салып аламыз. Қалған қаттамаларымыздың барлығын осылай пісіріп аламыз. Не біздің қаттама нандарымыз дайын болды достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.